Егер талма ұстамасы болса, әсіресе, егер ол дірілдеу ұстамасы болса, онда бүкіл адам дірілдеп тұрса, бұл шұғыл емдеуді қажет етеді. Адамды ең алдымен қауіпсіз жерге ауыстыру керек. Яғни, егер адам, мысалы, жүзу бассейніне өте жақын болса, немесе оған құлап кетуі мүмкін заттардың жанында болса, онда адамды осындай қауіпті жерлерден аулаққа ауыстыру керек. Ауыстырылғаннан кейін және қауіпсіз жерде болғаннан кейін адамды қалпына келтіру позициясына айналдыруға тырысуымыз керек. Қалпына келтіру позициясы дегеніміз не? Негізінен бұл сол жақ бүйірлі позиция. Яғни адамды сол жағына қарай бұру керек. Яғни сол қол мен аяқ жерде болуы керек, ал оң қол мен аяқ үстінде болуы керек. Егер адам қатты дірілдеп тұрса және оны бұру мүмкін болмаса, бұл да дұрыс. Адамды қауіпсіз жерде қалдырып, құрысу немесе талма аяқталғанша күтуге болады. Көптеген талмалар ешқандай араласусыз 2-3 минут ішінде тоқтайды. Талма 5 минуттан артық жалғасса, онда адамға медициналық көмек қажет. Мұндай жағдайда дереу жедел жәрдем немесе шұғыл медициналық қызметтерге қоңырау шалуға тырысу керек. Егер олар қол жетімсіз болса, адамды ең жақын ауруханаға жеткізуге тырысу керек. Егер адамның шұғыл құтқару жоспары болса, әдетте біздің елде, яғни Үндістанда оларда мидазолам спрейі болуы мүмкін. Бұл талмаларды тоқтату үшін қолданылатын дәрілік спрей. Талма кезінде кейбір нәрселерді жасамау керек. Адамға аяқ киім немесе пияз сияқты жағымсыз иісті заттарды иіскетуге тырыспау керек. Бұл біздің мәдениетімізде өте кең таралған. Адамның аузына ештеңе салуға тырыспау керек. Өйткені бұл шынымен қауіпті болуы мүмкін. Біреудің аузын күшпен ашуға тырыспау керек. Себебі, бұл процестердің барлығы қауіпті болуы мүмкін. Біздің елде адамның аузын күшпен ашуға тырысу мәдениетте кең таралған болса да, бұл ешқашан жасалмауы керек. Егер талма ұзаққа созылса, яғни 5 минуттан артық болса, адамды дереу ауыстыру керек. Жедел жәрдем арқылы немесе басқа көлік түрлерімен жақын маңдағы ауруханаға жеткізу керек. Рахмет.